азыркы убакта бош убактымда ошо устачылык менен, комуз менен эле ошо ишканамда эле отуруп ошо комуз чабам. Көбүнчө мына киного чакырып калышат ролдорго. Ошо кинодо ойнойм. Бош убактым бардыгы эле ошо устачылыкта. Мен комузду бала кезимден кызыкчумун өзүмчү. Жаш кезимде атам комуз чапчу эле, ээр чапчу эле, ошо жанында отуруп кызыгып жүрчүмүн да. Жана жүрөгүндө калган ойлогон ой максатың жанагы ишке ашкандагы абдан мындай сонунда, сонун эргүү мындай эс алып калат экенсиң. Мына театрда иштеп калдым, жаштар театрында. Ошондо Нурайдин деген досум ошо жакта ишке кирип, Көкөлүн театрга. Комуз чаап калды да, комуз чапчу. Анан ошо кызыгып жүрүп, анан мен да үйрөнгүм келет, атаман ушу көрүп калчу элем десем, кел отур чап досумду. Анан ошо үйрөткөн да, баш аяк ийне жибинен бери үйрөтүп, комузду кандай чабыш керек, кандай болуш керек, ыраазын бери бүт бардыгын ачык, мындай жашырбай мага нукура үйрөттү да комуздучу. Анан баш аягы канча жыл, бир 15 жылдай болуп калды. Тынымсыз чаап келатканымачы. 20 жылга чукулдап калды да. Комуздун бир ыйык жери, мисалы үчүн аккордеондо, скрипкабы, башка инструменттерде кээ бир музыкалар ойнолбойт да, жетпейт. Комузда бүт бардыгы ойнолот да. Мына өрүктөн эң жакшы болот да. Үнү да коңур чыгат. Аслында бул өрүк жыгачтагы да бир жакшы жыгач болот экен. Эсимде атам айтып калчу, ойго кезинде бакты кечкен бул убал болот, каргышы тиет депчи. Бул комуз өрүктөн жасалгандыгы үчүн өрүктү уктап аткан убакта гана кесиш керек экен да. Жаңы жылдын аркы бери жагындачы. Декабрь, январь айларында кесиш керек экен. Башка убакта кескенде бул жарылып кетет экен өрүкчү. Башка жыгачтардан деле жасалат, мындай үйрөнчүктөргө, мисалы үчүн жаңгактан, дуптан, кара жыгачтан. Бурун мына Союз кезинде кыялда комуз жасалчу, анда Сибирден алып келчү да жыгачтардычы. Бук деген жыгач. Өрүккө жакыныраак болот ал бук деген жыгач. Кытайдын түндүк жагында, ошо Амур дарыясынын тегерегинде ошол жактарда өсөт да, ал карагай сыяктуу жыгач. Жаңгак. Жаңгактан да жакшы болот, алмурттан жакшы болот, кара өрүк, карагайдан болот, ысык көлдүн карагайларынан да. Өрүк комуздардыкы бул коңур үнү жакшы чыгат да. Эң биринчи жасаган комузум ошо Нурайдын досуман ошо үйрөнгөн карагайдан жасагам, жанында отуруп үйрөткөн эле. Эми ал убакта айлыгыбыз, мен театрда иштейт элем, ошондой бир 12 000 сом алчумун да. Эң көп. Менен башка сүрөтчү болуп иштеп аткан убагым эле. Ошондо ушу картинама караганда кымбатка сатылган да. Жасаган комузумчу. Эми ошондо бир 3000 сомго саттык элек. Аябай майрамдап. Ошо эсимен кетпейт ал биринчи жасаган комузум. Так айтканга деле болбойт. Мисалы үчүн кургаган өрүктү 4-5 жылдап кургатасың, тилдиргенден кийинчи. Ал кургагандан кийин сомдойсуң аны. Мисалы үчүн мындай немеси формасын алып сомдоп кесип аласың. Анан ичин алып, аны ичкертпей сомдолгон боюнча дагы кургатат да, кургайыш керек бул. Ичин алгандан кийин дагы бир жуманын тегерегинде, 10 күн тегерегинде кургагандан кийин, мисалы үчүн мына ошо сомдолгондон кийин кичине неме болуп калган, кайып калган да. Бул ошо кайып ошо кургап как болгондон кийин аны станокко салып кайра муну түздөп, анан бүтүрөбүз да, капкактайбыз анан. Ичин алып, ичин чаап алып, анан да кургатып, жукартып, барган сайын текшелеп, капкактардын алдында оюнбаларын салып, капкак менен кошо. Капкактагы чоң неме берет да, бизде жанагы
кейбірлері фанерадан қапқақтап кийип атышат. Қапқақтағаннан кейін неме кылып турган. Ошо үнү сиңип калат экен да немесинечи, мээсине. Ошону чертип көрүп айтчу, кичине калыңыраак экен, кичине жукарт деп айтчу да. Башында түшүнбөй жүргөм менчи. Ана кийин Нурайдын досум экөөбүз дагы ошо айтканы боюнча аны көрдүк да. Кичине калыңыраак кылып чертип мындай көрөбүз да. Анан жука болгондо дагы болбой калат экен, өтө жука болгондо. Бул жана биздин Токтогул атабыздын комузу. Себеби ал илгери немеде бир жака той топурга барганда, иш-чараларга барганда комузун жеңине салып алып, илгери кыргыздын чапандары жеңи неме болгон да, кенен болгон. Анан суу тийбесин деп коюнуна катып, ошого ыңгайлуу болгон да бул комуздарчы. Анан неме комуз бар, камбар комуз деп коебуз. Мына мындай комуздарды. Бул мындай концертный немеге мындай кармап мындай черткенде бул отуруп черткенге немеде ыңгайлуу болот. Токтогул комузду көбүнчө мына төкмө акындар ушулар неметишет, алышат. Аккорд катары немети, анан ырдашат го, ошо ыңгайлуу да. Болбосо Ниязалы атабыздын комузунун формасынан жасап атабыз. Мына Нурайдын досум бир 100 жылдай болуп калган бир комуз тапканда, бирөөдөн алыптыр. Анан жана комуздун баркын билбегендер көп да. Ошо бирөөлөр аркылуу келип анан жеткенде комуз ушунда сактап жүрөт Нурайдын досумчу. Иш-чараларга неметкенде алып барат да, оймолорунан бери бар да комузунчу. Ниязалынын комузун ашы Нурайдын экөөбүз гана чабып атабыз азыр. Комузду айрыкча мына өрүктү бир гана жанагы чаткан комнатаң бар го өзүңүн бөлмөң. Ошондой жанагы өтө ысык эмес, өтө салкын, ным эмес жерде сакташ керек да комузду. Себеби өрүк өзүнө мындай сиңирип алат абанычы. Анан чертилбей илинип туруп калса дагы комуз неме болуп калат, өзүн жоготуп коет экен. Жана күүгө келбей калат экен да. Жигитке жетимиш өнөрү азык кылат деп коет го. Ошонсугандай мен ушу комуз устазчылык менен сүрөт тарткан, анан актерлук жак бул менен чогуу жүрөт да. Комуз мага ден соолугумду чыңдап, бул музыкадагы жанагы көп оорудан айыктырат деп коет го. Ошонсугандай мен комуз жасаганмын, ушундай эргип алам. Ушуна сонун эс алам да. Бул ыйык аспап экен да. Анда комуз алгандарга дагы жаңы үйрөнүп аткандарды көп айтам. Мисалы үчүн комузумду бирөөгө берип атсам, сатып алса, кыз узаткандай көрөм да, ушу жакшы жерге батса экен. Мен ошо мектепте окуп жүргөн кезимде, эсимде, бала кезимде, эшиктин алдында шелкинчек тээп, ойногон өрүгүбүздү кыйып, ошондон комуз чапкан да тамчы. Ошо бир өрүктөн, бир түбөрүктөн бир комуз чапкан. Анан ээр да чапчу да, атка ээр бакат, ак теректен, бака терек деп коет. Ошолордон үйрөнүп көрүп калып, ушундай мага бир түрткү берген да, комуз чабуу жагычы. Сурангандар балат, кылгыяк жасайм. Анан башка инструменттер жасаган кол деле тийбейт. Мисалы, идиш аяк жасаса болот. Ага деле кызыгам, жасап деле көргөнмүн. Чөмүш, жыгач чөмүш кашыктарды. Ага жанагы боюм жар бербейт көбүнчө. Комузга ушундай баш от менен кирип калганмын да. Кээде жасап атканда, жанада сүйлөшүп атканда айтып отурдум эле карындашыма. Мисалы үчүн кечинде светти күйгүзүп алып, бул жерден дневной свет да жанагы. Иштеп отурганда кээде короздун үнүн угуп калам. Немет эки жактан карап калсам, таң атып калган болот. Ушундай берилгенде билбейсиң да. Сүрөт тартканда деле ошондой болуп калат. Кээде картина тартып отурганда, светти коюп алып, бир заказ иштерди иштеп атканда. Таң атканын билбей каласың. Белгилүү адамдардан көп эле калып атышат. Бизде төкмө акындар, Сыймык Бешекеев менден көбүнчө ошол комуз алып турат. Ал Америкага барып жүрбөйбү. Анан Сыймыкта ошо Америкага барып сабак берсең болот деп атат да кызымды. Мен дагы айтып атат, Америкага барып комуз чапсаңыз, Садырбай эке, сонун болбойбу депчи. Южный Корея, Япония, Саудовская Аравия, Россия, Германия,
Франция, Америка, Африкадан да қалған бар. Башынан аяғына чейінлігі қиын қомыздық. Бұл чоң неме да, түйшікті, жұмышты. Бірақ шында сүйген кесуім үшінлі. Апам 101-ге шығып қалды да, 102-ге кетті. Апам да айтып қалады, садағың болайын, айнанып кетейін. Сен şu тайларыңы тартқансың деп. Мен тай атам кетмен төбелік та, суын астына қалған кетмен төбеден. Şu Тоқтоғұлдың ежесінің баласы деп айтшы да, сен тайларың тартқансың, şu Тоқтоғұлды тартқансың деп қалады. Соның сұрауын бердің бір жолы есіме түсті. Bir жолы жаңағы өрікті қойып алып, шашып атам заказымды. Чиіп, неметіп алдым, лекаласын қойып чиіп алдымдағы. Қарап, неметіп алдым. Өріктің арқасын қарасам, тұр емесірақ неметіп алып тұрмын да. Мында жылдырышқа белгілеп, ол жолда онан қайсы жері қойыш керек екенін қойып тұр лекаланан. Чиіп алып тұран, кеспейін бе. Лобзик менен, оны мен араменен, электрический араменен кесіп атып. Мұрдағы чиген жағына кетіп қалып тұрмын да. Бер жағын кейінгі чигенім бойынша, нар жағым болса, бұрынғы чигенім бойынша болып, қомызымда неме болып қалды да. Қишық болу, кичинекей болып, бірден болып, иірі болып қалды. Түй атаған көріп отаман, өрік табыл, ғиық, неме оңайлықмен жақсы өріктер табылмайды да. Бұтағы жоқ, жарақасы жоқ. Ай, атаң көреді отамды өзімді өзім ай сөгіп. Осыны неме қылып жасағам. Қайра, башқача қылып, бала қомыздай қылып. Бірақ жақсы жаңағы, ақтап кетті де, жасағам. Өзінше бір қызықтай, соның башқача бір қомыз жасағам да. Ойлап көп жерлерде айтам. Ошолордың черткен қомызын кім чаптылы? Өзі чапқан жоқ та ал қомызды. Тура ба? Аны қомыз ұсталар чапқан. Емнеге қомыз ұсталарды бағалабайсыңар да? Біз қомыз ұсталарды өзінше бір ұйым түзіп, біз мындай неме биримдүү болып келатабыз да. Бірақ бұл ең керек нәрсе. Аябай өкмөт жағынан дағы өйдө жақтан бұл қомыз ұсталарды қолдаш керек та. Bir өріктен, мысалы үшін, bir қомыз шығып қалады, 5 қомыз шығып қалады, 10 қомыз шығып қалады, ал бақтың өсішіне жараша, бұтағы жоқ, жоғындығына жараша, формасындағы көріп отырсыз ғой. Мұны мен жаңағы интернет арқылы жаңа архивтен көрдім да, Енисейдің жегінде табылған жақта біздің ата-бабалардың қомызы болған екен. Бұл қомызымды мына оймасын Оразбай Кинченбаевтан рұқсат алып, ошо кишиники да. Ал ортосын ақ бойынша қалтырады. Нұрайдың досым ошон копия қылып жасайды да, ошоны кандай кылып. Рұқсат бергенде бізгеч мейлі менің немен болып, оқучым қатары шәкіртім бойынша сілерде ошол неме болсын, менікін салып жүргіле дегенде. Бұл сатыққа неметілген қомыздар қара жығач, жаңғақ, өрік. Мына ол айтпаса болбайды. Мен бала кезімде Москваға оқуға өткенімде институтқа өтіп, сүйініп үйге барсам, жездемен мен ұлы эжемдердің шернелеш болып жүрген, чоқ іштешіп жүрген кишелі Ырысбай Абдықадыров. Қомызда чертші да ал, кишіч, акөрден елемес. Жездем маға ақша беріп отпай араматылық. 25 рубльді, Ленин суреті бар, филеті olan ақша берсін. Берсе, ежемді ақша беріп қалданан, Ырысбай әке. Атағын көрі, мен ақшам жоқ елі, қомыз чертесің бі? Деді, жездем айтып қалды ежемдер. Бұл қомызда чертет, гармошкада ойнайды, десе, мұнан чертіп жүрді, ошо қомызыма белек қылғанды, институтқа өткенің үшін депші. Бұл қомызды ағайым Сүймағұл Чоқмарда чертіп қалды. Мен ошо студент кезінде Чоқмар Сүймағұл ағайым операция болып больницада жатып қалғанда, ошо қомызды көтеріп алып, башыма ақ қалпақты киіп алып, больницаға барғанымда, ошонда классташы қарап жатқан екен, операциядан кейін палатаға көтерілген екен да. Ошондо ошо қомызды Сүймағұл ағайымда черткен, ошо қомызды. Бұл қомызды сақтап жүріп, қызым қомызшы болып қалғаннан қомыз чапқанымды көріп қалды бала кезінде. Атамен қомыз чертемді қызығып жүріп, музыкальный номер 5-те бүтті, қомыз көрсінші.
өзім чаап берген өріктен башка тетиги комуз. Аны ушу комузда кызыма белек кылгам. Бул турган комуздардан айтып өтөйүн. Бул комузду формасындагы көрүп атасызбы? Муну мен жанагы интернет аркылуу жана архивден көрдүм да, Енисейдин жээгинде табылган ошол жакта биздин ата бабалардын комузу болгон экен. Ошо Бакай комуз деп өзүм атап койдум муну. Бул жерлерим болсо мыктап жасалган экен да ошол убактачы. Азыр мыкталбайт да, мен муну ошолордун немесин элесин берип эле алюминийден жасап чыкканмын да. Бул Ниязалы атабыздын аксылы. Ошо атабыздын комузу экен. Ошонун немесинен копия кылып жана көчүрмө кылып жасаганмын да Ниязалынын комузун. Ошо мурунку ата бабалардан калган комуздар да булар. Менин кызым комузчу, университетти бүтүп атат быйыл, Манас Түрк университетин. Ошо художник факультетин мен немемди жолдоп кетти да, художник болуп. Ошо бала кезинен мен комуз чаап жүргөндө кызыгып комузга аябай. Ошо музыкальныйда номер 5 комуз курсун бүттү. Ал силерге бир күү чертип берсин, кызым.